бастамастан бұрын мен сіздерге түсіндіріп өтейін. Біз бүгінгі сабақта мына алдарыңызда көріп тұрған баспалдақ сияқты біз ой өрісінің 6 деңгейінен өтеміз. Сіздер білесіздер, әрбір деңгейден өткен сайын біз өзіміздің мақсатымызға жету үшін қандай да бір қиындықтардан, қандай да бір жолды өтіп шығуымыз керек. Ол жетістікке жету үшін не керек бізге? Біз мақсатты қоя білуіміз керек, біз тақырыбын білуіміз керек, ал енді жаңа тақырыпты бастамастан бұрын біз сіздермен 3 топқа бөліндік. Қараңыздар. Ол үшін біз Play программасында мұнда 3 топ көріп тұрсыздар ғой. Осы 3 топқа бөліндік. Енді әр топ атауын таңдайсыздар. Топ атауын міне алдарыңызда көріп тұрған нағарамыздар. Пинапл, картофель, міне, брокколи, сельдерей. Әр топ, бірінші топ қайсысын таңдайсыздар? Қараңыздар. Картошка. Сельдерей. Картофель. Кім айтады? Бізде өткен тақырып қандай тақырып? Әсел? Емдімдік тағамдар туралы тақырып. Емдімдік тағамдар, иә. Біз алдыңғы сабақта 15 диетаның түрімен таныстық, олардың ауру түрімен таныстық, және дайындалатын тағамның түрлерімен таныстық. Солай ғой? Енді ол өткен тақырып бойынша пысықтап алу үшін біз мұнда Workball программасы арқылы ойын ойнатамыз. 3 топты бүкіл сабақ бойы жарыстырамыз. Сіздерге бұл программа арқылы рандомный әрқайсыларыңызға цифра беріліп отырады, диетаның номерлері. Ал сіздердің міндеттеріңіз сол диеталардың ауруын және тағам түрлерін түсіндіріп айтып беру. Және де қай топ бірінші қол көтеріп жауап береді, сол топқа біз ұпай беріп отырамыз. Түсінікті ме барлықтарыңызға? Да? Олай болса бастаймыз ба? Бастаймыз. Бірінші 10. Кім жауап береді? Атын кім? Дұрыс. Келесі. 7. Кім жауап береді? Шевич. Келесі. Қараңыз. 1. Жасайық. Кім бірінші қол көтереді, сол жауап береді, қалған топта қалмасыз, активно отырамыз. Келесі. 11. Атын кім? Атын кім деген бәк көрдім. Көбек күлеуі, дұрыс айтасың. Келесі. 4-еуін аяқтадық. 2. Ильяс. Бізде 6. Так, мына подагра, өте дұрыс. Так, келесі 4. Так, қалғандар бітер. Қазір мен давайте ең қолды бірінші көтерген адамды емес, келесі деген цифраны шығарамда жауап бермеген мына жерде балалар. Жауап береміз. Түсінді ғой? Жауап бергенде қол көтермейміз. 13. Жедел инициация. Жанель. Сұраған беремін. Бауыр немесе бауыр. Тақырып бойынша келесі бізде тағы 4 сұрақ қалды. 8. Қыздар, мына ойын өте жеңіл, одан кейінгі ойындарды сендер как раз көреміз, иә?
келесі 15. Алтынай. Келесі бізде қараңыз внимательно. Екеу ғана қалды бізде. Зерде. Өте дұрыс. Оларда біз енді өте бақытты шықтап алдық. Барлықтарыңызға келіпсіздер. Біз 15 сұрақтың барлығына 15 зердің барлығына жауап бердік. Енді өткен тақырып бойынша енді пысықталды. Енді қараңыздар. Біз не істеуіміз керек мына баспалдақтың жоғарылығына шығу үшін, шынына шығу үшін? Жоқ, біз баспалдақтың шынына шығу үшін ең бірінші степ бай степ дейді ғой. То есть бірінші кезеңіне өтуіміз керек. Келесі емес, бірінші кезеңіне өту. Ол үшін не істеуіміз керек? Біз мақсатымызға жету үшін сабақтың тақырыбын және мақсатын анықтап алуымыз керек. Солай емес па? Олай болса, енді бұл кезеңдерді біз Flipfacel программасы арқылы өтеміз. Бұл программада әрбір ұяшықтың ішінде тапсырмалар жасырылған. Түсінікті ғой? Бірінші ұяшықты ашамыз ба? Ашамыз. Бұл ұяшық қалай аталады? Білу деп аталады. Олай болса, ашайық. Бұл тапсырма сурет сөйлесін тапсырмасы. Бұл тапсырмада осы суретке қарап бүгінгі тақырыбымызды анықтауымыз керек. Қалай ойлайсыздар, қандай тақырып? Sevinç? Бұл тақырып бізде бүгінгі өтетін тақырыбымыз, менің ойымша бұл бізде жинайды сопалар тақырыбы. Өйткені бұл жерде бізде керекті емшараларға арналған керекті сопалар, сонымен қоса дәріс кеткіміз келеді. Өте дұрыс. Бүгінгі тақырыбымыз қандай болды? Бүгінгі тақырыбымыз бізде ең дәмдік сорпа тағамы, иә? Енді сабақтың мақсатын айқындауымыз керек. Сол кезде ғана біз өзіміздің жетістігімізге жетеміз. Сабақтың мақсаты, біз смарт мақсатқа жетуіміз керек. Біріншісі қандай? Кім айтады болу керек? Кім оқиды? Ендәмді сорпаларды дайындау. Екіншісі түрлерін анықтау. Үшіншісі өңдеу тәсілін білу. Біз алғашқы механикалық және жылулық аспаздық өңдеу тәсілін білуіміз керек. Келесі білу алушылардың дағдыларын қалыптастыру. Өте дұрыс. То есть сіздердің дағдыларыңызды осы мультимедиалық тәсілдер арқылы қалыптастыруымыз керек. Келесі академиялық, яғни 45 минуттың ішінде біз не істеуіміз керек? Сорпалардың ерекшеліктерін, түрлерін, жылу мен өңдеу әдістерін білуіміз керек. Түсінікті ғой? Қысқаша мәлімет айта кетсем. Жалпы ендәмдік сорпалар бұл емдік шаралармен бірге берілетін тағам түрі. Қалай ойлайсыздар, емдік шара дегеніміз қандай? Кім жауап береді? Қалай ойлайсыздар, емдік шаралар дегеніміз қандай? Әсел? Емдік шаралар дегеніміз олар емдік сорпаларын қарағанда олардың дәрі-дәрмектері, уколдары, системалары және де басқа заттар. Өте дұрыс. Біз мысалы ретінде 14 күнге белгіленген кәдімгі уколдар, система болса, солармен бірге қосымша алынатын тағам түрлері. Ендәмдік сорпалар ол көбінесе гастрит, көкшек сияқты мысалы ретінде ішек жолдарының ауруларына көбінесе беріледі. Қалай ойлайсыздар, бұл сорпаларды біз өздігінше жасай аламыз ба? Дайындай аламыз ба? Sevinç? Жасай аламыз, но бірақ дәрігерлердің нұсқауы бойынша, яғни дәрігерлер бізге рецепт береді, и сол рецепт бойынша дайындауға болады. Өте дұрыс. Дәрігерлердің нұсқаулығы бойынша біз дайындаймыз. Дұрыс айтасыз. Енді қараңыздар. Ендәмді қыздар жігіттер үш жерде бір тоқтайыншы қазір. Енді қараңыздар, ендәмдік сорпалардың бізде принциптері бар. Ол бірінші принцип тағам үлесін рационын, тағам ішу режимін және оны кулинарлық өнімдердегі әр адамға жеке белгілеу. Қалай ойлайсыздар, бұл не туралы айтылған? Режимін тұру жауап береміз, қол көтеріп. Мысалы ретінде қанша уақыт тамақ жеу керек? Барлық ауру түрлеріне 3 уақыт беріле ме?
құжат 4 немесе 5. Иә, 4 немесе 5 уақыт кететін аурудың түрі десе болады, иә. Тоғрағы дұрыс. Енді қараңыздар, екіншісі тағамның санды және сапалық көрсеткіштері болу керек. Sevinç, айта ғой. Бұл жерде біздің сандық деп отқанымыз, ол бізде граммна байланысты тағамдардың, яғни біз үлкендерге сорпаны 500 граммнан беретін болсақ, кішкентайларға 250 граммнан береміз. Сонымен қоса бұл жерде сапалық деп отқанымыз кез келген ауру түріне байланысты бір ақуыз бен майлардың, көмірсулардың тепе-теңдігін реттей отырып тағамды құрастыру и соны ауырған адамға беру. Өте дұрыс. Қараңыздаршы, организм жетелеген азық-түлік пен тағамдық заттарды қабылдауын тоқтату немесе шектеу деген сөз не? Мысалы ретінде 8-ші диета бізде семізді қой. Біз семіздікке көмірсутын істейміз, шекер тастаймыз немесе азайтамыз, иә? Түсінікті ғой. Келесі теңестірілген және физиологиялық жағынан құнды рациондар жасау болып табылады. Бұл не деген сөз? Мысалы бізде аудармасындағы сорпаның сипаттамасы деген мағынаны білдіреді. Сорпаның сипаттамасы. Сіздер алдарыңызда жатқан Амфимованың 358-359 беттегі Амфимованың асфальттық кітабында. Қай диетаға берілетінін сорпалардың, мысалы, бірінші диетаға беріле ме, 8-ге беріле ме, тағамның түрлері, қандай тағам, қандай сорпаның түрлері бар, химиялық көрсеткіштерін, негізгі химиялық шикізат түрлерін жазып шығуларыңыз керек. Сіздерге берілетін уақыт 5 минут. Қай топ бірінші аяқтайды және дұрыс аяқтайды, сол топқа 3 ұпай беріледі. Все, істеріңізді шартылып бастарыңыздар. Секундомер қосылды. Қараңыздар. Все, бастаймыз. Жедел гастрит. Содан Так, бұл топпен жұмыс болғаннан кейін ортаға қойып, давайте жұмыс жасайық. Қай топ бірінші аяқтайды және дұрыс информация жасап, сол топ бізде қорғайды. Сіздер ортаға отырасыздар. Қазірше Sevinç'тің тобы алға келе жатыр. Мына жақта деген 2 адам жазып жатыр. Оларда 4 адам. Давайте тесе жазыңдар. 4 қыздар жігіттер мұнда қорғайтын кезде Sevinç қорғамайды, басқадан қорғау керек. Потому что Sevinç уже барлығы активный болып отыр. Қалғандарыңызда атсалысыңыздар, иә? Сіздерге қор отырмай химиялық құрамын жаза бермейсіздер ме? Ең бірінші айтқан. Одан кейін барып бірінші топ сіздерді аяқтадыңыздар. Тек үш аяқтаған жоқ. Давайте мен сіздердің информацияларды тексерейін. Қай топта информация дұрыс, қалмаған информация бар. Сол топ қорғайды. Так, бір.
Так, бірінші топтікі толық өткен информация, бірақ онда да қалған информация болды. Бірінші топ қорайсыздар. Bir екі жігіт шығыңдаршы топтың орнына. Жансая сен бол. Так, сотталардың номерлары, диета 1 асқазан ішек аурулары, диета 2 жедел гастрит, диета 5 бауыр және өт қабыну. Және де сорпалардың түрлеріне келетін болсақ, жармалар, макарон, сүт сорпалары, көк сорпалар, езілген сорпалар, борщ, тауық және ет сорпалары, асқабақ және де сәбіз, сүт сорпалары, шырышты сорпалар жатады. Және де бұл жерде шеш, сосын перловка, рассольникті жатқызуға болады, сорпалар түрінен, сосын шикізатына келетін болсақ, бұл жерде қызылша, картоп, және де ет, балық, тауық еттер жатады. Және де тәтті сорпаларға қосылады тек қана жеміс жидектер, және де асқабақ жатады, сәбіз, ит, қабат көкөністері жатады. Химиялық құрамдарына келетін болсақ, минералды заттар, көк сулар, және де натрий, кальций, белок жатады, және де су. Витаминдарына келетін болсақ, В1, В2, А, В12, ПП, К, Е, С, Д жатады. Дұрыс. Енді қараңыздаршы, мен қыздар түсінген көп, мен сізге сұрақ. Қандай сорпаны түрлерін білесіз? Не дауыс? Правда? Правда? Дұрыс. Енді мына топқа қараңыздар, жауап берген үшін біз 3 ұпай береміз құтылысын. Ал енді қараңыздар, осы жерде қалған топта өздеріңіздің қателеріңізді таптыңыздар ма? Тапқан болсаңыздар, сіздерге 1 ұпай беріледі. Әсел? Мен өзім қателеген сіздер химиялық құрамын, шикізаттарын және де сорпаларын толық жазбадық. Және де оларды жақсы толықтырмадық. Сол жерде біздің минусымыз кеп қалды. Өте дұрыс, молодцы. Не, 1 ұпай сіздерге өздеріңіздің минустан тапқан үшін, қателеріңізді. Мына қате болма сіздерді қателеріңіз таптыңыздар ма? Жанай, таптыңыздар ма? Бек? Өте дұрыс. Ал енді отырғанымыздар. Білмаушылар, біз мына екінші баспалтақтан өтіп, ендігі кезде үшінші баспалтаққа өтеміз. Мына екі баспалтақта өте жақсы атсалысып отырған мына бірінші топ. Әсіресе Севинч, Жансая, молодцы. Екеуі өте жақсы атсалысып отыр. Енді келесі біз үшінші баспалтақтағы қалған топтарды көрейік, иә? Қараймыз. Қараңыздар, сіздерге берілетін келесі тапсырма технологиялық карта құрастыру. Ол үшін 3 топ болып жасалсыздар. Бірінші топ сіздерге жұмыртқа үлпектері қосылған бульон беріледі. Екінші топ сіздерге борщ беріледі. Үшінші топ асқабақ мен сәбіз қосылған сүт сорпасы беріледі. Түсінікті ғой, технологиялық картаны құрастыруды сіздер уже білесіздер. Берілетін уақыт 5 минут. Істеріңізге сәттілік, бастаймыз. Индивидуальная акция. 10 минут уже поехали, давайте пишем. Я снимала практически обсуждение. Так,
Помощь есть? Ашып тездетіп жұмыс жасаймыз. Сіздерде 5 минут уақыт қана қалды. Қыздар жігіттер, қай топта 3 студент аяқтайды, сол топ бірінші бітті деген сөз. Короче, связана ситуация, он была терпеть турайся, потому что была обстоятельства, все интересно. Қай топта уже 2 студент аяқтап қалды, на топта уже 2 студент аяқтап қалды. Тағы бір студент так, Севенчик, орында тұр. Жеке-жеке қоймайды, не жоқ. Берілген тапсырма. Бізге берілген тапсырма, бізге жұмыртқа үлпектегі қосылған бұйым. Біз бұл тағамды дайындамастан бұрын ең алдымен мөлдір ет сорпасын 500 грамм алып аламыз. Кейін жұмыртқа 2 немесе 1 дана жұмыртқа, сарымай 6 грамм және ақжелкен 5 грамм қосылады. Және мөлдір ет сорпасын ең алдымен біз қайнатамыз 103-104 градус аралығында. Кейін біз жұмыртқаны араластырамыз. Араластырғаннан кейін біз ол екеуін мөлдір ет сорпасына араластырған жұмыртқаны. Сен отырда жансая түсіндіріп қойшы. Тағы да бір бала дайындалып қойшы түсіндіруге. Бір бұл бала. Одан кейін баяу отта қайнатамыз, шамасында 7 және 10 минуттың арасында. Содан кейін ұсынамыз 500 грамм. Дұрыс. Тағы да бір бала кім тұрады? Снимайсың, құрданға қалғандарыңызды. То же самое, костюм потерь товара, я покупай берем. А сен на что смотришь? Ага. Баяу отта қайнату, кетуде 10 минут. Так, қараңыздар, енді бұл жерде бізде бірінші топ тағы да жеңді. Ең бірінші аяқталды. Төртеуін бітірді, басқа топтарға қарағанда. 3 ұпай сіздерге тағы да беріледі. Қалған топтар бар ма сіздерде? Баяндау кезінде температура қойылған. Өте дұрыс, енді қараңыздар, біз деген бағанағы өзіміздің баспалтағымызды. Қараңыздар, біз мына баспалтағымыздың қайсысына келдік? 4-шісіне келді, қараңыздар, иә? Енді 4-шісі кезек қалай аталады бізде? Алдау кезеңі. Ашамыз ба? Ашып қараймыз. Талдау кезеңі. Талдау кезеңінде барлық топқа осы 2 сұрақ беріледі. Берілетін уақыт 1 минут. Қай топ бірінші жауап береді, сол топ ұпай саны беріледі. Бірінші сұрақ барлықтарыңызға. Тағы қандай сорпаларды елдердік сорпаларға жатқызуға болады? Ойланыңыздар 1 минут. Үйрен сорпалары жібек, жолдың бөдене көше сорпалары, ақ жүгері сорпалары. Ақ жүгері сорпалары. Жағма сорпалары. Өте дұрыс. Так, басқа топтарға. Тағы кім жалғастырады? Басқа топтар. Иә. Тағы да қандай сорпаларды емдірілік сорпаларға жатқызуға болады? Қар көжесі өте дұрыс. Тағы да? Аталады? Жинақтау кезеңі деп аталады, иә? Қандай тапсырма шығып тұр? Пазл шығып тұр. Енді қараңыздар, біз пазлды орындау үшін Лёнин Сакс программасына жинақтау кезеңіне өтеміз. Внимательно қараңыздар.
Бұл тапсырмада біз мына пазлда сұрақтарға жауап беру арқылы автоматты түрде келесі кезеңнің тапсырмасы ашылатын болады. Олай болса бастаймыз ба? Бастайық. Әсел, сорпалардың қарапайым сорпалардан айырмашылығы қандай? Қалай ойлайсыздар? Разделде? адамның емдеп жатқан түрі, олардың ішінде көмірсу бар, минерал заттар, адамның ауруына байланысты мөлшерде беріледі, ал қарапайым сорпалар тек ол тамақты тұтыну үшін ғана жасалатын нәрселер. Оған арнайы көмірсулар, минерал заттар тегігі қаралмаған, тек қана тұтыну үшін ғана жасалатын. Өте дұрыс, молодец. Отыра тағы кім жауап береді? Жерден айтқанмен қосқан, бірақ бұл жерде тағы да алып қосатын болса, бұл жерде біз емдәмдік тағамдарға біз калориясын, яғни несін, майлылығын, көмірсуларын, белоктарын белгілі бір ауру түріне байланысты тепе-теңдікте ұстап дайындайтын болады. Сонымен қоса олар жаңа айттық қой, біз ауру түріне байланысты диеталық тағамдарды өз уақытымен белгілі бір уақыт мезгілінде 3-4 немесе одан режимді ұстанады. Так, енді қараңыздар. Біз баспалдақтың қай деңгейіне келдік? Қай емдік сорпаға көкөністер әсер етеді? Аманбек. Өте дұрыс. Так, келесі. Апат немесе сәбізді. Сүт дұрыс. Келесі, бауыр өт ауруларынан берілетін. Өте дұрыс борщ. Келесі, сорпалардың ұсыну мөлшері. Келесі, тұрып жауап береміз. Сәбіз бен ақжелкекті суға булап пісіреді, ал көкөністерді сирек өте дұрыс. Қай емдік сорпаға көкөністерді пастерлейді? Пастерлемейді. Жарайсыздар. Енді қараңыздар, мен сіздерге ұпай санын берген жоқ. Басындарында бек жауап берді, несіздер? Так, сонымен қараңыздар. Енді біз сабағымызды бастамастан бұрын өткен тақырып бойынша бір пысықтап алсақ. Кім айтады, бізде өткен тақырып қандай тақырып? Әсел? Емдәмдік тағамдар туралы Емдәмдік тағамдар, иә? Біз алдыңғы сабақта 15 диетаның түрімен таныстық, олардың ауру түрімен таныстық, және дайындалатын тағамның түрлерімен таныстық. Солай ғой? Енді ол өткен тақырып бойынша пысықтап алу үшін біз мұнда Wordwall программасы арқылы ойын ойнатамыз. 3 топты бүкіл сабақ бойы жарыстырамыз. Сіздерге бұл программа арқылы рандомный әрқайсыларыңызға цифра беріліп отырады, диетаның номерлері. Ал сіздердің міндеттеріңіз сол диеталардың ауруын және тағам түрлерін түсіндіріп айтып беру. Және де қай топ бірінші қол көтеріп жауап береді, сол топқа біз ұпай беріп отырамыз. Түсінікті ме барлықтарыңызға? Да? Олай болса бастаймыз ба? Бастаймыз. Бірінші 10 кім жауап береді? Атын кім? Дұрыс. Келесі 7 кім жауап береді? Шевич. Келесі қараңыздар. 1 асқазан жарасы және ішек аурулары. Алсаңдаршы. Кім бірінші қол көтереді, сол жауап береді, қалған топтар пожалуйста активно отырамыз. Келесі 11 атын кім? Атын кім дегенді айтып көрдім. Туберкулез, дұрыс айтасың. Келесі 4-еуін аяқтадық. 2 Ильяс. Басқа топтарда дұрыс. Кел 14 Севич. Берек тас
тас немесе бүйректе тастың жиналуы. Өте дұрыс. Так, қыздар, жігіттер, қаламдарыңыз почему не активный?